Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Зерттеу сұрағымыз: Алашорда үкіметі мен Түркістан автономиясының идеялары неліктен жүзеге аспады? Мақсатымыз Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру. Күтілетін нәтиже: ұлт зиялыларының еңбегін бағалай алады, тәуелсіздіктің құндылығын түсіне алады, осы құндылықты және еңбекті өмірлеріне пайдаланады. Енді оқушылар, біз алдыңғы білімімізді еске түсіру мақсатында сөз жұмбаққа назар аударайық. Бірінші сұрақ: қазақ сөзінің баламасы. Алаш. Екінші сұрақ: Ленин бастаған саяси қозғалыс пен саяси ойдың ағымы. Большевизм. Үшінші сұрақ: латынша қаулы деген мағынада мемлекеттік жоғарғы органдардың заңды күші бар құжат. Декрет. Төртінші сұрақ: 1917 жылы халық комиссарлары кеңесінің үкімет міндетін атқарушысы. Ульянов. Бесінші сұрақ: 300 партиясының негізін қалаған тұлға есімі. Мұқан. Алтыншы сұрақ: кеңес үкіметіне қарсы қолына қару алған атаман. Дутов. Жетінші сұрақ: әскери бөлім құруда ұйымдастыру мен тәрбие жұмысын жүргізген тұлға. Масанчи. Сегізінші сұрақ: әскери бөлім құруда ұйымдастыру мен тәрбие жұмысын жүргізген тағы бір тұлғаны атаңыз. Исаев. Тоғызыншы сұрақ: латынша араласу деген мағынада бір немесе бірнеше мемлекеттің басқа мемлекеттің ішкі істеріне күш қолдану арқылы араласуы, оның егемендігін бұзуы. Интервенция. Балалар, бүгінгі негізгі жолға шыққан автономия сөзі бүгінгі сабағымызбен байланысты. Автономия. Грек тілінен аударғанда заң тәуелсіз деген мағынада. Мемлекет аумағында жинақы, топтасып, өмір сүретін, әлеуметтік қауымдастыққа берілетін, ішкі өзін-өзі басқару мүмкіншілігі немесе мемлекеттік билікті өзінше жүзеге асыру. Мемлекеттік құрылым құрамында конституциямен бекітілген, салыстырмалы түрде тәуелсіз саяси субъектілердің өзінше қызмет ету құқы. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері: Түркістан автономиясы, Алаш автономиясы. Өздеріңіз білетіндей, ақпан революциясынан кейін қазақ жерінде Түркістан автономиясы және Алашорда үкіметі құрылды. 1917 жылы қарашада өткен 4-ші өлкелік мұсылман съезі орталығы Қоқан болатын Түркістан автономиясын, яғни Түркістан мұхтариатын құру жөнінде шешім қабылдады. Автономия үкіметін көрнекті қоғам саяси қайраткері Мұхамеджан Тынышпаев, кейіннен Мұстафа Шоқай басқарды. Жалпы балалар, Түркістан автономиясын құрудағы мақсат бүкіл Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктіру еді. Басшысы Мұстафа Шоқайдың негізгі идеясы бүкіл Түркістанды автономиялық республикаға біріктіріп, оны демократиялық Ресейдің құрамына енгізуді қозғады. Большевиктер ұлттық өкіметтің құрылуын қолдамады. Сөз жүзінде әр ұлттың өзіндік таңдау құқығы болады деп айтса да, бірақ олар іс жүзінде ешқандай да ұлттық діни негіздегі құрылымдар құруға мүмкіндік бермеді. 1918 жылдың қаңтарында Қоқан қаласына Ташкенттен большевиктердің жазалаушы отряды жіберіледі. Сөйтіп 29 қаңтарда жазалаушы отряд қаланы басып алып, тонайып, жергілікті халықты қырғынға ұшыратады. Осылайша Түркістан халқының еркімен құрылған алғашқы мемлекеттік құрылым өзінің жұмысын тоқтатты. 1918 жылы сәуірде Ресейден жіберілген большевиктердің басшылығымен құрамында Қазақстанның оңтүстік аймақтары енген Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы жарияланды. Түркістан АКСР-ның астанасы Ташкент қаласы болып белгіленді.
басшысы Мұстафа Шоқай иммиграцияға кетуге мәжбүр болды. Ал 1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынборда Алаш партиясының екінші жалпы қазақ съезі өтеді. Бұнда Алаш атауымен Қазақ автономиялық үкіметінің құрылғаны жөнінде мәлімдеді. Суреттен көріп отырғаныңыздай, басшысы Әлихан Бөкейханұлы болды. Алашорда автономиясының орталығы Семей қаласы болып жарияланды. Қазақтар көп қоныстанған ертістің сол жағалауындағы Заречная Слободкасы Алаш қаласы деп аталды. 1918 жылы ұлан байтақ қазақ даласын бір жерден басқару қиын болғандықтан батыс бөлімшесі құрылды. Орталығы Орал қаласының Жымпиты ауылы болды. Басшысы белгілі заңгер және ағартушы Жаһанша Досмағамбетов сайланды. Жалпы балалар, алашордалықтардың басты мақсатына тоқталайық. Демократиялық, гуманистік принциптерге негізделген саяси құрылымды орнату болды. Алаш қайраткерлері Ресей қоғамының жалпы демократиялық талаптарын қолдады. Алашорда үкіметі құрылған күннен бастап өздеріңізге белгілі кеңес үкіметі тарапынан қарсылыққа ұшырады. Большевиктердің шамадан тыс белсенділігі, Түркістан автономиясының талқандалуы, Сібір автономиясының құрылуы Алашорда үкіметінің күшін едәуір әлсіретті. Сөйтіп, Колчак құрған Сібір уақытша үкіметі 1918 жылы қазанда Алашорда қызметіне тыйым салған шешім қабылдады. Енді оқушылар, сабақтың басында айтылған зерттеу сұрағымызға оралсақ, Алаш орда үкіметі мен Түркістан автономиясы идеялары неліктен жүзеге аспады? Біріншіден, халықтың толық қолдауына ие бола алмады, қолдайтын саяси күштердің болмауы, және үшіншіден, әскери күштердің болмауы. Жалпы оқушылар, Алаш автономиясы мен Түркістан автономиясының ортақ идеялары болды. Ол өзін-өзі басқару құқығына қол жеткізгісі келді. Нәтижесінде түрік халықтары мен ислам дінін ұстанушылардың мүддесін басты назарға қойды Түркістан автономиясы, ал Алаш автономиясы қазақ ұлттық зиялыларының өзін-өзі басқару құқығын иелену, тәуелсіз ел болу арманын ұрпақтары іске асырды. Бүгінгі сабақтың тапсырмасы Вен диаграммасы бойынша Алашорда автономиясы мен Түркістан автономиясының айырмашылықтары және ұқсастықтары. Бұл тапсырманың дескрипторы Алашорда автономиясының 4 айырмашылығын жазады, Түркістан автономиясының 4 айырмашылығын жазады, Алашорда және Түркістан автономиясының 4 ұқсастығын жазады. Енді оқушылар бүгінгі алған білімімізді бекіту мақсатында мына сұрақтардың жауаптарын тауып көрейік. Бірінші сұрақ: Алаш автономиясының орталығы Семей. Екінші: Түркістан автономиясының басшысы Шоқай. Үшінші: Алашорданың батыстағы орталығы Жымпиты. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақтың оқу тапсырмасы: Болат Мүрсәлім сөзін тарқатасыз. Алаш автономиясы ардағы түркі қағанаттарының берідегі қазақ хандығының тарихи мұрагері. Бұл тапсырманың дескрипторы сөйлемнің мағынасын түсінеді, бүгінгі тақырыппен байланыстыра алады, өз ойын сабақтай алады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.